Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қатысуымен өткен алтын сапа және парыз лауреаттары және де одан қоса ең үздік Қазақстанның тауары номинациясының бүгін марапаттау кеші өтті. Және де бұл әңгімеден түйетін мынандай бір түйін болып тұр. Біздің елімізде 4,5 миллионға жуық кәсіпкер бар екен. Оның примерно бір 85-90%-дай кіші жағдай бизнеста және орта бизнеста екен. Жалпы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бекітуімен дәл осы бизнесмендерге арнап енді мейірім деген орден шықты елімізде. Яғни ең үздік кәсіпкерге берілетін орден ғой жалпы айтқанда. Ағайын, ел президентінің айтуы бойынша қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның тарапынан жаңағы кәсіпкерлерді қолдауға өте қомақты қаржылар және де әртүрлі гранттар бөлініп жатыр. Бұл еліміздің негізі сөздің ашығын айту керек, қазіргі инфляцияның тоқтаған уақытында және де экономикамыз нығайып келе жатқанда өте бір керемет ұсыныс деп ойлаймын. Себебі дәл осындай сәттерде бизнесті дамыту керек, әсіресе шағын бизнес пен орта бизнесті. Сондықтан ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың дәл осы жобасын керемет жоба деп білемін. Себебі расымен де қазіргі таңда бизнесмендер өте көптеген гранттар ұтып алып жатыр. Мемлекет тарапынан жасалып жатқан, мемлекет тарапынан өте көптеген жаңағыдай жеңілдіктер, мемлекет тарапынан өте көптеген бизнеске керек қаржылай көмектерде бөлініп жатыр. Бұл ел президентінің негізі жіті қадағалауындағы дүние екен. Сондықтан ағайын, еңсемізді биік ұстайық және барлығымыз Алла амандығын берсе бизнес жасайық. Аман болайық.